Ой, молодец, спасибо. Көктем келді, қуантып айналаны, шуағымен көңілді жайла қалып. Көктем келді, сездіріп жылулықты, гүлмен әрлеп шынайы сұлулықты. 18 мың ғаламды әсемдік пен шаттыққа толтырған ару көктем. Нәзіктік пен тазалықтың белгісі сәби көктем. Мінекей, жанға жайлы көктемнің алғашқы айтулы мерекелерінің бірі де ерекше маңызға ие. Соның бірі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі. Мерекелеріңіз құтты болсын, аяулы аналар мен ару қыздар. Пайғамбардың хадистерінде ана жайлы көп айтылады. Әуелі анаңа жақсылық жаса, дағы да анаңа жақсылық жаса, содан соң әкеңе бірақ жақсылық жаса дейді. Енді бір хадиске келетін болса, анаң мен әкең бір сәтте үн қатып қалатын болса, анаңа бірінші жауап бер дейді. Бұның барлығы анаға деген сыйластықты көрсетеді. Аналарымызға мың алғыс және тағзым етеміз. Күрежеңде мені тербеттің, жас шыбық енді көктеді. Мінекей, мен де ер жеттім, еңбегім бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын, аяулым сенсің, анашым. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта дер дананы, даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Ендеше арулар мен аналардың мерекесіне дайындалған жылы лебізімізді ұсынамыз. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге, әйел қасынан әйел жыр, гүл сыйлайық әйелге.